Сәлем достар, мен сіздерге бүгін Жүсіп Зылиха қиссасының ең бір қызықты жерлері Жақыптың ұлдары атты тақырыпшаны оқып бермекшімін. Жақыптың ұлдары. Мысыр жұрты бір күні Жүсіпке жиналып келіп бүй деді: «Ей парасатты биік падишах, ақылың елден артық, білімің жұрттан озық, әм білгір, әм әділ болдың. Сенің арқаңда ажалдың тырнағынан аман қалдық. Шыбын жанымызды сақтап, жан бағу үшін өзімізді сатып жібердік. Саған құл болдық. Құлда ерік жоқ. Бар еркіміз өзіңе тапсырдық. Бізге не бұйырасың?» деді. «Уа халқым, әр істің қайыры бар деген уақыты келеді. Сендерге мал мүліктеріңмен қоса бастарыңа бостандық беремін», деді Жүсіп. Жүсіп екі сөйлемейтін әділ патша еді. Бұқара халық Жүсіп аман болса, түбі ол қуанышты күн тез келер деп үйлеріне қайтты. Мысырдан басқа көрші халықтың бәрі аштық кезінде шыбындай қырылып қалды. Тірі қалғандары өлігін сүйретіп Мысырға қарай ағылды. Ырыйған, тырыйған, ашыққан, тарыққан, қайыршы, тіленші, жалаң аяқ жалаңбастар қалада қаптап кетті. Жүсіп олардың есебін, тізімін жүргізді. Жан басына бір қап бидай берді. Осылайша аштықтан босып тентіреп кеткен аш жалаңаш жоқ жітікке Мысыр шаһары жердің жұмағындай болды. Үйсіздерге үй болды, күйсіздерге күй болды. Жүсіпке қысастық қылған ұлдарымен Жақып сөйлеспей қойып еді. Өзімен өзі оңаша отыратын әдет тапқан. Бірақ мына аштық Жақыпты да орнынан қозғалтты. Өйткені қайыс белбеуімен былғары бұйымдарын суға қайнатып талғажау етіп жүрген. Бәрінен бұрын бейкүнә немерелерін аяп кетті. Бір амалын қылмаса, балаларды қарап отырып қырып алмақ. Ұлдарын жинап: «Әй ұлдарым, мына заман кер заман болды. 7 жылдан бері аспанда шөккімдей бір бұлт тұрмады, жауын жаумады. Жердің суы да қашты. Сусыз жерге шөп шықпайды, шөпсіз жерге құрт құмырсқа, жылан жәндік жоламайды. Жәндік атаулы тұрақтамаған жерге құстар да қонбайды. Ит құс жоқ жерде аң да болмайды. Даланың сұры қашты, өңі тайды, жер жұтады» деген осы. Арпа мен бидай қасқалдақтың қанындай қат дүниеге айналды. Бір қап алтынға бір уыс бидайды әрең табасың. Алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екен деген сөз осындайдан қалған екен ғой. Құлақ естігенді көз көрді. Енді мына балапандарың аштан қатып қырылғанын көз көріп құлақ естімей тұрғанда бір әрекет қылыңдар. Құдай қимылдағанға беремін деген, деп бір тоқтады. Ұлдары: «Әке, айтыңыз, не амал қыламыз? Қырда не аң жоқ, не құс жоқ. Ашаршылықтың азабын тартып отырған жалғыз біз емес. Кімге барып, кімнен бидай сұраймыз?» деді. «Әлі де күш-қуаттарың барда Мысырға жолға шығыңдар. Естуімше, олар дайындық қылып апаттан аман отыр. Барып патшасынан астық сұраңдар» деді. Ұлдары: «Астыққа айырбасқа беретін ештеңеміз қалмады. Ол жағы қалай болады?» деді. Жақып: «Мысырдың патшасы қолы ашық, жомарт, мейірімді, әділ, данышпан жан деп көп естимін елден. Барыңдар, керегінше сұраңдар. Пайғамбар әулетінен екендеріңді айтыңдар. Оған келіспесе, аш-жалаңаш отырған бала-шағаларыңды айтыңдар. Бірақ әдепті болыңдар. Патша сөйлегенше сөйлемеңдер, рұқсат бергенше отырмаңдар. Патшаның қасында көздерің алақ-жұлақ етіп, әр затқа бір сұқтанып қарамаңдар. Сыртқа шыққанда сарай ішіндегі жағдайды өсек қылмаңдар. Ал ақ жол, Құдай оңдап, дәм-тұзымыз таусылмаса, амандықта қауышармыз» деп біраз өсиет айтып Мысырға жөнелтті. Жүсіп қалаға кіретін әр қақпаға қарауылдар, есеп
қисапшыларды сайлап қойды. Олар қалаға кірген бөтен халықтың аты жөнін, жерін, қызметін жазып, тіркеп, есебін жүргізіп, тізімді сарайға жіберіп отырды. Жүсіпке күнде тізімді мұқият оқып шығатын. Тізімнің ішінен Ыбырайым Халилолла нәсілі Жақып пайғамбардың ұлдары деген жазуды оқып, орнынан ұшып тұрды. Олардың есімін оқығанда жүрегі дүрсілдеп кетті. Бауырларының атын қайта-қайта оқи берді. Қанша жерден қастық қылса да, бір атадан тіраған бауырларын сағынған еді. Оларға деген ашу-ыза кегі де тараған, екі көзінен парлап аққан жас жүзін жуды. Дереу бауырларын құрметпен қарсы алуға пәрмен қылды. Қаланың көшелерін тазалап, гүлмен көмкеріп, асыл тастармен безендірді. Қақпадан сарайға дейін жолдың оң жағында 1000 айбынды әскер, сол жағында 1000 айбынды әскер шеру тартсын деп пәрмен қылды. Олар қылыштарын жалаңдатып, ойнатып, от шығарып, 1001 өнерін көрсетіп тұрды. Ағаларын арнайы сарайға жайғастырды. Олар әкесінің айтқан өсиетін ұмытып, сарайда көрген-білген әңгіме қылысты. Мынадай сән-салтанатқа қарасаң, бұлар да жұт болмаған сияқты ғой. Қалайша жұтқа ұшырамай аман қалды екен, Бізге 9 табақтан бас тартты. Пайғамбар әулеті деп құрметтегені ғой. Өзі жөн білетін патша екен. Олай болса, бізге астықты аямай беретін шығар, деп ұсақ әңгіме қылысты. Осылайша 2 жұма сарайда қонақ болып жатты. Мұнда аста-төк дастарханның рахатын көріп отырғанымен, аш-жалаңаш бала-шағасын уайымдап елге қайтуға асықты. Патшадан рұқсат сұрады. Жүсіп, өздерің пайғамбар әулетінің текті асылзада бекзат ұрпағымыз дейсіңдер, бірақ істеріңе, әрекеттеріңе қарасам, сөз теріп жүрген жансызға ұқсайсыңдар. Жақып пайғамбардың 12 перзенті бар деп естігенбіз. Ал сендер 11-іміз дейсіңдер. Бұл қалай? Деп өтірік білмеген болып сұрады. Олар, падишах, олай бізді кемсітпеңіз, күмән-шүмән қылмаңыз. Біз расымен Жақып пайғамбардың перзентіміз. Бір ұлын қасқыр жеп кетті, деді. Жүсіп, қалай қасқыр жейді? Пайғамбардың еті оларға арам еткенін біз де білеміз. Сендер өтірікшіге ұқсайсыңдар. Қол аяқтарыңа кісен салып зынданға саламын. Сөздеріңнің рас өтірігін, анық-қанығын сонда білгенше сонда жатасыңдар дегенде, Жақыптың ұлдары зар еңіреп қоя берді. Ұлық патша, бізге жаның ашысын, бала-шағамыз жеуге азық таппай аш-жалаңаш күйде отыр. Тездетіп оларға тамақ апармасақ, аштықтан өліп қалуы мүмкін. Қарт әкеміздің халі мүшкіл, зынданға түскенімізді білсе, күйініп өліп қалуы мүмкін, деп жалбаранды. Жүсіп әкесінің атын естігенде жүрегінің бір тамыры үзіліп түскендей болды. Ол, жақсы, бір жолға кештім, бала-шағаларыңа астық беремін, бірақ кепілдікке біреуіңді алып қаламын. Елдеріңе қалған жалғыз інілерің Әменді алып келіңдер. Сөздеріңнің рас өтірігіне көз жеткізейін. Елге алып келмесеңдер, өтірікші екендерің мәлім болады, деді. Кепілдікке Шамғын қалды, бірақ оның ат көлігін сайлап қосып берді. Әр қайсына киім, кешек, азық, түлік салып, 2 түйеден жетек етіп жіберді. Ұзап шыққасын Жақуда, бауырларым, бұл патша біздің Жүсіп емес пе екен? Өзім соған қатты ұқсаттым, деді. Екеулі болып, бауырлары, сен де қайдағы жоқты айтады екенсің, тірі болса осы күнге дейін бір хабар болар еді ғой, деді біреуі. Жүсіп патша болса бізге мұнша құрмет көрсетпес еді, деді. Келесісі, Әменді не істесін, деді үшіншісі. Сөзді көбейтіп қайтерсіңдер, одан да тездетіп елге жетейік. Бала-шағамыз 2 көзі 4 болып бізді күтіп отыр, деді
тағы біреуі. Осыдан кейін олар түйесіне қамшы басып жүрісті тездетті. Елге жетуге асықты. Мысыр патшасы болған оқиғаның бәрін баяндап Жақыпқа хат жазып жіберген еді. Ұлдары патшаның хатын әкесіне табыстады. Хатта былай деп жазылған екен: «Уа Ыбырайым Халелдің немересі, нәсілі асыл Жақып нәби, Мысырдың ұлық патшасы өзіңізге 3 бұғы хатты жолдайды. Мысырға 10 кісі келді. Өздерін Жақып пайғамбардың перзенттеріміз деп таныстырды. Бірақ біз оларды жалғаншы ма деп шүбә қылдық. Сөздерінде бір сұйықтық, істерінде бір ұсақтық бар сияқты. Осының рас өтірігін білу үшін хат жаздым. Ұлдарыңыз екені рас болса, жауап жазыңыз. Хатты растап мөр басыңыз. Әмин атты балаңызды ағалары ертіп келсін. Мен оларға көп ізет құрмет көрсетіп, мол астықпен қайтарайын. Және бір ұлыңызды қасқыр жеп кетті деп естідім. Оның күйігінен көп қайғы қасірет шегіп, көз жанардан айырылыпсыз. Жүсіптің ғайып болғаны да растап жазыңыз. Әр тарапқа әскер жіберіп іздетейін. Оны тауып бізді қайғы отынан қалас қылайын». Жақып хатты оқып болғанда жүрегі құрғыр атша тулап дүрсілдеп кетті. Мысырдың патшасы Жүсіп балам болып жүрмесін деп қайта-қайта хатты оқи берді. Жақыптың ұлдары қаптың аузын ашып, түрлі қымбат асыл киімдерімен азық-түлікті өзара теңдей бөлісіп алды. Өздерімен бірге алып барған азын-аулақ затын кері қайтарғанын көріп таң қалды. Олар: «Әке, мынаны қараңызшы, Мысыр патшасы біздің сондай мүшкіл хәлімізді көріп, алып барған затымызды алмай кері қайтарыпты» десті. Әкесі басын шайқап: «Әй балаларым-ай, сендерге қашан ақыл кіреді? Патшаның алдында түймедей қадірлерің болғанда, олардың тәбәрік қылып алып қалар еді оларды», деп түңіліп кетті. Сөйтті де ұлдарына хат жазғызып, өз қолымен мөрді басты. Сосын: «Әй ұлдарым, әмінді сендерге қосып жіберемін, бірақ бәрің бір дарбазадан емес, екі-екіден бөлініп кіріңдер. Топтанып жүрсеңдер, көзге бірден түсесіңдер. Көз бар, сұқ бар, тіл бар, бір зияны тиіп жүрер», деді. Олар әкесінің бұл кеңесінің мәнісін ұқпады. Құрметті достар, осы әңгіменің жалғасын тыңдағыларыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк басып және қолдап кетулеріңізді сұранамын. Сіз тыңдағандарыңыз үшін рахмет.